бойынша білім алу жүйесі бойынша сіздерге Тұрсынова Жансұлу Жомартқызы баяндайтын болады. Жансұлу Жомартқызы, барлық сұрақтар бойынша әріптестер семинардың соңында қоясыздар. Сонымен қатар барлықтарыңызды бейне камераларыңызды қосуға сұраймыз. Сонымен қатар микрофондарыңызды сөндіріңіздер. Базарбаева Зарина, микрофоныңызды сөндірсеңіз. Жансұлу Жомартқызы, барсыз ба? Қайырлы күн, сәлеметсіз бе? Саламатсыз. Бастап беруімізге болады. Әріптестер барлықтарыңызды бейне камерамызды қосамыз, сонымен қатар мұқият тыңдаймыз. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Білім алу электронды мектеп жүйесінің қолдау қызметінің жетекшісі Тұрсынова Жансұлу Жомартқызы боламын. Алдымен сіздерді жаңа оқу жылының басталуымен құттықтаймын және мектепті жаңа оқу жылына дайындалу сабағының бастауыма рұқсат етіңіздер. Және ескерту бергім келеді алдымен. Жаңа оқу жылына ауыстыру функционалы 2023 жылдың 1 тамызынан бастап қолжетімді болатын. Алайда бүгінге дейін әлі мектебін жаңа оқу жылына ауыстырмаған мектептер бар екен. Және әр чатқа, сәйкес чатқа мектепті жаңа оқу жылына ауыстырмаған мектептердің тізімін берген болатынбыз. Міндетті түрде тез арада мектепті келесі оқу жылына ауыстыруға кеңес береміз. Сонымен дайындығымызды бастайық. Жаңа оқу жылына дайындау кезеңдері келесі кезеңдерден тұрады. Ол жаңа оқу жылына ауыстыру, жаңа оқу жылына ауыстыру, сыныпты жинақтау, яғни білім алу электронды мектеп жүйесіне, білім алу жүйесінен оқушыларды импорттау, жинақтау және импорттау, оқу кезеңдерін орнату, әрі қарай тағайындау жұмыстарын орындау, яғни сынып жетекшілерін тағайындау, мұғалімдерге пәндерді, кешіріңіз, микрофондарыңызды өшірсеңіздер. Мұғалімдерге пәндерді тағайындау, кешіріңіздер. Мұғалімдерге пәндерді тағайындау, мұғалімдерді сынып бойынша тағайындау, топтарды құрастыру және сабақ кестесін құрастыру. Сонымен қоса жүйедегі жаңа функционалдармен танысатын боламыз. Сонымен дайындығымызды бастайық. Мектепті жаңа оқу жылына ауыстыру функционалы директордың оқусы жөніндегі орынбасары мен жүйе әкімшісіне ғана қолжетімді. Мектепті жаңа оқу жылына ауыстыру процесін бастау үшін қазір ауыстыру батырмасына басу қажет. Әрі қарай жаңа оқу жылына ауыстыру 3 кезеңнен тұрады. Ол бірінші қадам сынып жетекшілік, келесі қадам оқушыларды аудару және үшінші қадам кадрлық есептер. Алдымен сынып жетекшілікті ауыстыру кезеңмен қарастырайық. Жаңа оқу жылына ауыстыру кезеңінде, сынып жетекшілікті ауыстыру кезеңде келесі мүмкіндіктер бар. Ол қалдыру, ауыстыру және өшіру. Егер мысал ретінде бірінші сынып жетекшісі Ахметов Ахметті қарастыратын болайық. Мысал үшін, егер де сынып жетекшілікті қалдыру батырмасына басатын болсаңыздар, былтырғы оқу жылындағы бірінші сыныптың жетекшісі болған Ахметов Ахмет келесі, яғни 23 оқу жылында тағы да бірінші А сыныбының жетекшісі болып қалады. Келесі ауыстыру батырмасын бассаңыз, былтырғы оқу жылында бірінші сыныбының жетекшісі Ахметов Ахмет келесі оқу жылында жоғарғы сәйкес параллельге, микрофон өшіруіңізді сұраймыз, сәйкес параллельге ауысатын болады. Егер де өшіру үшінші батырмасын басатын болсаңыз, толығымен сынып жетекшіліктер бұл жағдайда жойылады және сіздер мектепті жаңа оқу жылына ауыстырғаннан кейін ғана сынып жетекшілерді сәйкесінше тағайындауларыңыз керек болады. Өзіңізге қажетті параметрді таңдағаннан кейін, әрекеттерді орындағаннан кейін сіздерге жалғастыру батырмасына басу қажет. Келесі қадам оқушыларды ауыстыру қадамын қарастырайық. Оқушыларды аудару қадамы ашылғаннан кейін сіздерге автоматты түрде мектептегі барлық оқушылар саны, жаңа оқу жылына аударылған оқушылар саны және аударылмаған оқушылар саны берілетін болады. Оқушыларды келесі оқу жылына, яғни келесі сыныпқа ауыстыру үшін алдымен параллельді таңдау керек. Параллельді таңдағаннан кейін сәйкес лидерін таңдау керек сыныпты. Жүйе сол кезде сізге астыңғы бетінде оқушылар тізімін ұсынатын болады. Сіздерге скриншотта көрсетілгендей келесі сәйкес сыныбын таңдап, міндетті түрде
бұйрықты толтыру керек. Бұйрық толтырылғаннан кейін, егер де ол барлық оқушыларға ортақ болатын болса, барлық танылған оқушылар үшін жалпы бұйрық деп таңдау қажет. Ары қарай осы әрекеттер орындалғаннан кейін ауыстыру батырмасына басасыз. Егер де мектептен оқушылар кеткен болса, немесе басқа оқушылардан ерекше басқа сыныпқа ауысатын болса өзгеше болып, онда келесі әрекеттер орындалады. Мысалы үшін, жасыл жолақпен көрсетілген оқушы, егер де басқа сыныптастары екінші Б сыныбына ауысатын болса, ал бір ғана оқушы екінші В сыныбына ауысатын болса, басқа сыныпқа міндетті түрде сол оқушы бойынша құсбелгімен таңдап сол оқушыны, одан кейін сол оқушының жолында көрсетілген бұйрықтың нөмірімен бұйрықтың күнін енгізу қажет. Егер де оқушы жаз мезгілінде мектептен кеткен болса, міндетті түрде шығару бағанында құсбелгі қойып, міндетті түрде ол оқушының кеткен себебін көрсету керек. Аталған жұмыстар жүргізілгеннен кейін ауыстыру батырмасына басасыз. Және назар аударуларыңызды сұраймыз. Бірнеше сынып оқушыларын аудару мүмкіндігі жоқ жағдай туындауы мүмкін. Яғни ол оқушының иіні, яғни ЖСН толтырылмаған жағдай болса. Егер бұл жағдайда сіздерде орындай алатын екі нұсқаулық бар. Ол профильді редакциялау немесе оқушылар картотекасы модулі арқылы енгізу. Ал мен профильді редакциялау батырмасын қарастырайық. Егер профильді редакциялау батырмасына бассаңыз, жүйе жаңадан бет ашады және ұсынылған оқушылар бойынша ЖСН нөмірін дұрыс енгізу қажет. Содан кейін оқушыларды ауыстыру бөліміне қайта оралып, сәйкесінше келесі оқу жылына ауыстыра берсеңіз болады. Енді келесі нұсқаны қарайтын болсақ, оқушылар картотекасы бөліміне өтіп, алдымен жүйе мүмкіндік беретін барлық оқушыларды келесі оқу жылына ауыстырып алу керек, және әрі қарай ЖСН толтырмаған оқушылар бойынша оқушылар картотекасы модуліне өтіп, аталған оқушылардың жеке картасын өзгерту режимінде ашып, сәйкес тиісті деректерін толтырып сақтау қажет. Содан кейін қайтадан оқушыларды ауыстыру бөліміне қайта оралып, қалған ЖСН толтырған оқушыларды келесі оқу жылына сәтті ауыстыра берсеңіз болады. Келесі кезекте қызметкерлер картотекасы қадамын қарастырайық. Бұл қадамда, бұл бөлімде қызметкерлер картотекасын өзектілейміз. Яғни жаңа оқу жылы басталғанға дейін мектептен кеткен кісілер болса, немесе жаңа қызметкерлер келген болса, міндетті түрде сәйкес жұмыстарын орындау қажет жүйеде. Және қызметкерлер картотекасын өзектілегеннен кейін ең соңғы кезең растау кезеңіне келесіздер. Яғни қызметкерлер тізім дұрыстығына көз жеткізгеннен кейін сіздерге сәйкес бағанға құсбелгі жолын қойып, мектепті жаңа оқу жылына ауыстыру батырмасын басу қажет. Сол кезде сізге жүйе мектепті жаңа оқу жылына ауыстыру, сәтті ауыстырылғаны бойынша хабарлама береді. Осымен сіздер мектепті жаңа оқу жылына сәтті ауыстырасыздар. Келесі, енді мектеп жаңа оқу жылына толық және сәтті ауыстырғаннан кейін е-білім ал жүйесінде 1 және 10 сыныптарды жинақтап, білім ал электронды мектеп жүйесіне оқушыларды импорттау қажет. Ол үшін е-білім ал жүйесінде келесі жұмыстар орындалады. Сіздерге ұсынғанымыздай, алдымен е-білім ал порталында оқушыларды жинақтау бұйрығының жобасын құрастыру керек. Директор алдымен оқу жылын жауып, сынып жетекшіні тағайындап, оқушыларды сол сынып бойынша бөледі және бұйрық жобасына қол қояды. Әрі қарай орындаушы бұйрықты тіркегеннен кейін, ең соңында е-білім ал жүйесіндегі әкімші сыныптарды жинақтауды аяқтайды. Енді әр қадам бойынша толығырақ танысайық. Алдымен орындаушы рөлі бар қолданушы е-білім ал жүйесінде бұйрықтар модуліндегі бұйрықтар жобасы бөліміне өту қажет. Әрі қарай бұйрықтың жобасын құру батырмасын бассаңыз, 1 сыныпқа қабылдау бойынша жинақтау және 10 сыныпқа қабылдау бойынша жинақтау туралы бұйрықтары көрсетіледі. Сіздерге екі бұйрықты да құрастыру қажет. Егер де жүйеде мектебіңіздің бұйрықтың ресми үлгісі енгізілмеген болса, міндетті түрде мектептің орындаушысы, яғни исполнитель, бұйрық модуліндегі баптаулар бөліміне өтіп, мектебіңіздің бұйрықтың ресми үлгісін
енгізу қажет, жүктеу қажет. Сәйкес ресми үлгі жүктелгеннен кейін қайтадан бұйрықты құрастыру бөліміне өтіп, орындаушыға бұйрықтың сәйкес деректерін толтырып, қол қоюшының, орындаушының деректерін толтырғаннан кейін сақтау батырмасына басу қажет. Осылай орындаушы бұйрықты сәтті құрастырады. Бірінші және 10-шы сынып бойынша. Әрі қарай орындаушы жұмысын атқарғаннан кейін директор рөлі бар қолданушы жеке кабинетіне кіріп, оқу жылы модуліне өту қажет. Әрі қарай бірінші сыныпқа қабылдау және 10-шы сыныпқа қабылдау компаниялары ашылады. Екі компания үште директор оқу жылын жабу батырмасына басу қажет. Әр компания бойынша жеке-жеке. Компанияның таңдалғанына сәйкес жүйе жаңа бет ашады. Жаңа бетте алдымен сынып жетекшіні енгізу қажет. Ашылған кішкентай модальды терезе ашады, және модальды терезеде міндетті түрде сәйкес деректерін толтыруыңыз қажет. Әрі қарай сыныптарға оқушыларды бөлесіз. Яғни сіздер, мысал үшін, бірінші сыныпты қарастыратын болсақ, осы күнге дейін, яғни 1 тамызға дейін сіздердің қабылдаған бірінші сыныптарыңыз, сіздер мысал үшін 3 сынып қабылдадыңыздар ғой, сол сыныптар бойынша автомат түрде бөлінетін болады. Егер де арасында нақты сыныпқа көшіру қажет оқушылар болатын болса, оқушыларды бөлу батырмасының астында сәйкес тізім көрсетіледі. Әр оқушыны сәйкес сыныбына өзгерту үшін сіздерге өзгерту батырмасына басу қажет. Аталған жұмыстар орындалғаннан кейін беттің ең соңғы жағындағы жинақтау туралы бұйрыққа қол қою батырмасына басу керек. Яғни бұл жерде директор бұйрыққа қол қояды. Бұйрыққа қолын сәтті қойғаннан кейін, жинақтау бұйрығына қол қойғаннан кейін, сәйкес өтінімнің мәртебесі сіз таңдаған сыныпқа сәтті қабылданды мәртебесіне көшіріледі. Мысалда, сіздерге 10-шы сыныпта сәтті қабылданды деген мәртебеге өзгертілді. Директор бұйрыққа қол қойғаннан кейін, орындаушы қайтадан жеке кабинетіне кіріп, бұйрықтар модуліндегі бұйрық жобалары бөлімшесіне өтуі қажет. Өткеннен кейін құрастырған және қол қойған бұйрықтары тізімде көрсетілетін болады, және сол тізімнен міндетті түрде тіркеу батырмасына басу қажет. Әр бұйрық бойынша, 1-ші және 10-шы сыныпты жинақтау туралы бұйрықтары бойынша. Тіркеу батырмасын басқаннан кейін жүйе модальды терезе ашады, және модальды терезеде міндетті түрде бұйрықтың тіркеу нөмірі мен күнін көрсетіп, бұйрықты тіркеу батырмасына басу қажет. Осы жерде орындаушының толығымен жұмысы атқарылады е-білім ал жүйесінде. Әрі қарай әкімші рөлі бар қолданушы е-білім ал жүйесінің сыныптарды жинақтауды жүргізеді. Яғни компанияға өтіп, мысал үшін 1-ші сыныпқа қабылдау толығымен орындалғаннан кейін сыныптарды жинақтау батырмасына басу қажет. Сыныптарды жинақтау батырмасына басқаннан кейін, осы мысалдағы көрсеткен 1-ші сынып оқушылары автоматты түрде білім ал электронды мектеп жүйесіне сәтті ауыстырылады. Осымен е-білім ал жүйесінде жинақтау жұмысы аяқталады. Келесі кезекте білім ал электронды мектеп жүйесіндегі ары қарай жұмыстың басталуымен қарастырайық. Алдымен директордың оқу жөніндегі орынбасар немесе жүйенің әкімшісі, яғни супер әкімшісі рөлі бар қолданушылар, директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары кабинеті модуліне өту керек. Аталған модульге өткеннен кейін оқу үрдісі оқыту кезеңдеріне өтіп, кезеңдерін дұрыс енгізу қажет. Және ескерту айтқымыз келеді. Мысал үшін, былтыр оқу жылдарында көптеген мектептер оқу кезеңдерін қате толтырған болатын. Және бұл келесі көптеген қиындықтарға әкеліп соқты. Сондықтан да оқыту кезеңдерін сәйкес және дұрыс енгізулеріңізге кеңес береміз. Әрі қарай мектептерде толығымен тағайындау жұмыстары жүргізіледі. Алдымен сынып жетекшілерді тағайындауды қарастырайық. Оқу ісі жөніндегі орынбасары кабинеті модуліндегі мұғалімдермен жұмыс сынып жетекшілер бөліміне өтсеңіз, сынып жетекшіні тағайындау батырмасы қолжетімді болады. Осы батырманы басқаннан кейін ашылатын модальды терезеде мұғалімді, параллельді және жетекшілік ететін сыныбын таңдау қажет. Міндетті түрде
кезеңдерін, яғни жетекшілік еткен кезеңін дұрыс көрсетіп сақтау қажет. Және ескерту айтамыз, сынып жетекшілік бойынша сіздерде тек қана сынып жетекшіні уже тағайындалған сынып жетекшінің кезеңдерін өзгертуге және жаңадан сынып жетекшіні тағайындауға мүмкіндіктеріңіз бар. Алайда толықтай сынып жетекшіні ауыстыру үшін немесе қате тағайындауды өшіру үшін сіздерге жүйеге өтінім қалдыру қажет. Әрі қарай мұғалімдермен жұмыс, мұғалімдерді пән бойынша тағайындауды қарастырайық. Егер де сіздің мектептеріңіз екі тілде сабақ жүргізетін болса, алдымен тағайындауды қосу батырмасынан басып, міндетті түрде тілді сабақты беру тілін көрсету қажет. Модальді терезеде мұғалімді оқыту тілін және пән сақтағаннан кейін жүйеде тағайындау сәтті қосылған туралы хабарлама шығатын болады. Және ескерту айтамыз, пәндерді тағайындау барысында, аталған бөлімде пәндерді тағайындау барысында міндетті түрде олардың есептелінетін, яғни негізгі пәндерге жататынын ескерту қажет. Себебі есеп-қисап бөлімімен табельдерде тек қана есептелінетін негізгі пәндер ғана көрсетіледі. Егер де факультативті пәндерді тағайындау керек болса, сіздерге сәйкес журналға өту қажет болады. Келесі кезекте мұғалімдерді сынып бойынша тағайындау. Мұғалімдерді сынып бойынша тағайындау үшін алдымен аталған бөлімге өту қажет. Сіздерге автоматты түрде осы ендігі оқу жылы ашылатын болады. Сіздерге тек оқу тілін таңдау керек, пәнді, мұғалімді және сыныпты таңдау қажет. Және міндетті түрде оқытатын кезеңдерін дұрыс көрсету қажет. Басын және аяқтағы кезеңін. Келесі кезекте, егер де белгілі бір пән топқа бөлінетін болса, сіздерге оқу үрдісі жөніндегі директор орынбасары модуліндегі оқу үрдісі бөліміне өтіп, топтарды құрастыру бөлімшесіне өту қажет. Сәйкес сыныпты таңдағаннан кейін, алдымен сәйкес сыныпты, одан кейін топқа бөлінетін пәнді таңдайсыз. Әрі қарай ашылатын бетте сізде жаңа топ бөлігін құру батырмасын басу керек. Міндетті түрде топқа бөлінетін кезең дұрыс көрсету қажет. Мысалы үшін, егер де топ тек қана бірінші жарты жылдықта бөлінетін болса, топқа 1 қыркүйектен 29 желтоқсанға дейін деп көрсету қажет. Яғни сәйкес және дұрыс кезең көрсету керек. Әрі қарай топқа бөлінетін кезең дұрыс көрсеткеннен кейін, скриншотта көрсеткеніміздей оқушыларды топтарға дұрыс және сәйкес орналастыруларыңыз қажет. Топқа бөлген пән бойынша міндетті түрде оқытушыларды тағайындау қажет. Ол үшін мұғалімдерді сынып бойынша тағайындау бөліміне өтіп оқу тілін таңдайсыз, пәнді таңдау қажет. Топқа бөлінген міндетті түрде мұғалім таңдау қажет. Және ескерту айтамыз, егер де пән, мысалы үшін ағылшын тілі пәні 1 қыркүйектен оқу жылы аяқталғанға дейін толықтай 2 топқа бөлінетін болса, демек 1 және 2 топқа ғана сәйкес мұғалімдерін тағайындау қажет. Бірақ та жалпы сыныпқа тағайындау берудің қажеті жоқ. Жалпы сыныпқа да тағайындау бересіз, егер де 1 жарты жылдыққа тек қана бір ғана мұғалім сабақ берсе, онда мысалы үшін Әсел 6 Б сыныбында 1 қыркүйектен 29 желтоқсанға дейін жалпы сыныпқа беретін болса, 2 жарты жылдықтан бастап 6 Б 1 тобына сабақ береді. Міндетті түрде кезең дұрыс көрсетілу керек. Келесі кезекте сабақ кестесін құрастырумен танысамыз. Ол үшін сабақ кестесі модуліндегі сабақ кестесін құрастыру бөліміне өту қажет. Таңдалған бөлімде міндетті түрде кезеңді таңдау керек, сыныпты таңдау керек және қосу батырмасын басу қажет. Қосу батырмасына басқаннан кейін модальді терезе ашылады. Міндетті түрде кесте бойынша келетін пәнді, кабинетті ағымдағы апта немесе келесі аптаға жататыны, немесе осы бөлімдерді сақтау қажет. Егер де кабинеттің номері дұрыс келмейтін болса, немесе тізімде сәйкес кабинеттің номері болмайтын болса, директордың шаруашылық меңгеруші жөніндегі орынбасары модуліне өтіп, кабинетті толтыру қажет. Келесі бөлімде біз сіздермен жүйедегі жаңа функционалдармен танысатын боламыз. Алдымен оқу жылы үлгеріміне ЭЦХ-мен қол қоюмен танысайық. Журналға ЭЦХ-мен қол қою үшін алдымен оқу үлгерімі туралы журналы модуліне өтіп, сәйкес сыныпты таңдап, басу бөліміне өту қажет.
Ашылған терезеде міндетті түрде барлық критерияларына қосбелгі қою қажет, егер де журналға қол қою қажет болса. Себебі таңдалған ұсынылған критерийдің біреуінде ғана қосбелгі болмайтын болса, жүйе сізге қол қоюға мүмкіндік бермейді. Ары қарай құру батырмасын басқаннан кейін электронды сандық қолмен қол қою батырмасы қолжетімді болады. Аталған батырманы қойғаннан кейін қол қоюшының Сқ сақталатын жолын көрсетіп, құпия сөзін енгізгеннен кейін қол қою батырмасын басу қажет. Және ескерту айтамыз, электронды сандық қолмен журналға қол қою тек қана әр сыныптың сынып жетекшісіне, директордың оқу ісіндегі орынбасарына және директорға ғана қолжетімді. Әрі қарай оқушылар контингентінің қозғалысымен танысатын боламыз. Бұл бөлімде оқушылар контингенті қозғалысы бойынша есептемені көру үшін алдымен оқушылар картотекасы модуліне өтіп, оқушылар контингенті қозғалысына өту қажет. Ашылған бетте оқу жылы мен кезеңін таңдау қажет. Бұл бөлімде таңдалған кезеңнің, яғни 90-ның басы мен аяғында келген және кеткен оқушылар туралы мәліметтер көрсетілетін болады. Және ұсынылған ақпарат оқушылардың жеке картасында мектептен кеткен және шыққаны туралы бұйрықтардың негізінде жинақталады. Сол себепті оқушыларды мектептен шығарғанда және мектепке қабылдағанда бұйрықтардың күндерін сыныптағы оқытуда берілген күндермен сәйкес келуіне сәйкес келуі қажет. Келесі жаңа мүмкіндік ол алтын белгіге үміткер. Алтын белгіге үміткерлер тізімін көру үшін ең алдымен оқушы тізімге түсу үшін, алтын белгі үміткерлер тізіміне өту үшін оқушының, біздің мысалда Аббасери 11 сынып оқушысы, оқушының оқушылар картотекасы модулінен оқушының жеке картасын өзгерту режимінде ашу керек. Ашылған бетте алтын белгіге үміткер критерийі болады. Осы жолға міндетті түрде құсбелгі қойып сақтау қажет. Алтын белгіге үміткер бағанына, яғни жолына құсбелгі қойылған сәтте ғана оқушы алтын белгіге үміткерлер тізімінде көрінетін болады. Ал енді алтын белгі үміткер тізімін көру үшін директордың оқу ісі жөніндегі директор орынбасары кабинеті модуліне өтіп, үлгерім алтын белгіге үміткер бөліміне өту қажет. Оқу жылын, сыныпты таңдағаннан кейін жүйе сізге автоматты түрде сол оқу жылындағы сақталатын, яғни сол оқу жылына тиісті үміткерлер тізімін ұсынатын болады. Әр оқушы бойынша жеке танысуларыңызға болады. Ол үшін, мысалы көрсеткендей Аббасериге басатын болсаңыз, жүйесіне автоматты түрде жаңа бетте оқушы туралы дерек ашады. Және осы деректе, мысалы үшін, Аббасери көрсетілген мектепте 9 сыныптан бастап қана оқыды. Сол себепті жүйе сізге 3 сыныптың, яғни 9, 10, 11 сыныптың ғана табелдерін ұсынады. Табелмен жеке танысу үшін әр сынып бойынша таңдау қажет. Келесі кезекте түлектерді жұмысқа орналасу мәртебесін көру. Ол үшін ең алдымен 9 сынып түлектері туралы мәліметті толтыру үшін 9 сыныптың сынып жетекшісі жеке мұғалімнің кабинеті модуліндегі сынып жетекшілік бөліміне өту қажет. Аталған бөлімде түлектер бөліміне өтсеңіз, жұмысқа орналасу мәртебесі бөлімі ұсынылады. Аталған бөлімге өткеннен кейін ұсынылған тізімнен оқушының аты жөнінің жанындағы көрсетілмеген батырманы бассаңыз, жұмысқа орналасу мәртебесінің тізімін көрсетеді, сізге сәйкесін орындау қажет. 9 сыныпқа сәйкес жұмысқа орналасу мәртебесі келесідей болады. Ол техникалық және кәсіби білім беру ұйымына түсуі, Қазақстан Республикасынан тыс жерге кетті, жұмысқа орналасты немесе жұмысқа орналасқан жоқ. Егер де техникалық және кәсіби білім беру ұйымына түсті мәртебесін таңдайтын болсаңыз, 9 сынып түлегі бойынша міндетті түрде келесі бөлім, яғни техникалық және кәсіби білім беру және жоғары оқу орындарының бағыттары бөліміне өтуіңіз қажет. Сол кезде жүйе сізге осы мәртебені таңдаған оқушының тізімін көрсетеді. Міндетті түрде бұндай жағдайда міндетті түрде оқушының мамандығын көрсетуіңіз керек. Ол үшін оқушының тұсындағы көрсетілмеген батырманы бассаңыз, скриншотта көрсетілген мамандық ұсынылады, сізге сәйкесін таңдау қажет.
Ары қарай деректердің сәтті сақталғаны туралы хабарлама көрсетіледі сіздерге, және сіз 9-шы сынып түлектері бойынша енгізген мәліметтеріңіз есеп қисап бөлімінде көрсетілетін болады. Ол үшін есеп қисап модуліне өтіп, оқу ісі жөніндегі орынбасар немесе жүйе әкімшісі рөлі бар пайдаланушыға түлектер және түлектер бөліміне өту қажет. Және түлектердің жұмысқа орналасу туралы есеп бөліміне өту қажет. Бұл есепте 10-шы сыныпқа түскені туралы, техникалық және кәсіби білім беру ұйымына түскені туралы түлектердің санын көрсететін болады. Әрі қарай 11-шы сынып түлектерін туралы мәліметтерді толтыру, тура 9-шы сыныптар туралы мәліметтерді толтырумен бірдей, тек қана айырмашылығы жұмысқа орналасу мәртебесін таңдағанда 11-шы сынып түлектері үшін жоғарғы оқу орындарына түсті және әскерге кетті мәртебесі қолжетімді. Енді есеп қисап модулінде толтыру мониторингі бөлімде де бізде жаңартулар енгізілді. Осы 23-24 оқу жылынан бастап толтыру мониторингінде үйде оқитын, инклюзивті және арнайы сыныптар үшін мониторингті тексере аласыздар. Ол үшін толтыру мониторингі бөліміне өтіп, сәйкес 90-ды бөлімді есеп беруді және журналдың түрін таңдауыңыз қажет. Сол кезде жүйесіге автоматты түрде сәйкес деректерді көрсететін болады. Келесі кезекте сіздермен жиі кездесетін қателерді талдаумен танысатын болайық. Алдымен көбінесе мектептер қызметкерлердің жеке картасында тілдер бөлімін толтыруға ұмытады. Бұл бізде мұғалімдерге тағайындау кезінде тізімде таңдалатын мұғалім болмауына әкеліп соғуы мүмкін. Және егерде қызметкерлердің жеке тілдер туралы мәліметті енгізу үшін алдымен сәйкес қызметкердің жеке картасын ашып, тілдер бөліміне өтіп, қосу батырмасына басуыңыз керек. Сабақ беретін тілін еркін сөйлеймін деген критериймен таңдап, міндетті түрде сақтауыңыз қажет. Сол кезде ғана аталған қызметкер тағайындау беру кезінде сәтті көрсетілетін болады. Келесі жиі кездесетін қатенің бірі сыныпта немесе топта оқыту мерзімінің дұрыс белгіленбеуі. Бағана біз айтып кеткеніміздей, мұғалімге пәнді тағайындаған кезде міндетті түрде мерзімнің бастапқы күн және соңғы күн міндетті түрде дұрыс көрсету керек. Және топтарға бөлу бойынша да айтып өткен болатынбыз. Мысалы үшін биология пәні 1-ші тоқсанда топқа бөлінбей, 3-ші тоқсаннан бастап қана топқа бөлінетін болса, 1-ші тоқсанға жалпы сыныпқа тағайындау беріп, ал 3-ші тоқсаннан бастап, 2-ші тоқсаннан бастап кешіріңіз, әр мұғалімге топ бойынша тағайындау беруіңіз қажет. Және белгілі бір қызметкер декретке кеткен кезде де көптеген мектеп қателік жүргізуде. Мысалы үшін, декретке кететін мұғалім болса, бірінші мұғалім, ол кісінің міндетті түрде мұғалімдерді сынып бойынша тағайындау бөлімінен кезеңдерін дұрыс көрсету қажет. Мысалы үшін, Ахметова бірінші қазаннан бастап декретке кететін болса, толық қыркүйек айы үшін ғана тағайындау беру қажет. Мерзім көрсету керек 1-ші қыркүйектен және 31-ші қыркүйекке дейін деп. Және 1-ші қазаннан бастап ол кісінің орын басатын, ол кісінің орнына сабақ беретін 2-ші мұғалімге, яғни Омароваға тағайындау беру қажет. 1-ші қарашадан бастап оқу жылының аяғына дейін деп. Мысалы үшін, әрі қарай декретке кеткен мұғалімнің жеке картасында еңбек демалыс туралы мәліметті енгізу қажет. Келесі қатенің бірі ол сабақ түрінің таңдалуы. Мысалы үшін, көп мұғалімдер жарты жылдыққа беретін сабақ түріне 90-дық жиынтық баған түрін қосып қояды. Егер де ТЖБ болу үшін, немесе ТЖБ қойсаңыз, міндетті түрде сабақ 90 бойынша, жарты жылдық емес 90 бойынша сабақ берілуі керек. Оны сіздер мұғалімнің жеке кабинеті қажет КТП-ның өзгерту режимінде ашып тексерсеңіз болады. Әрі қарай, бұны айттым сіздерге. Кешіріңіз, бір сұрақ болады, сұраса бола ма? Жансұлу Жомартқызы, мен IT мектебінен.
Оразбаев Абзал. Осы жаңағы сіз ескертіп айтып жатқандарыңыз барлығын видеосын біз көре аламыз ба кері байланыспен? Ол бойынша қосымша нұсқаулық бар жүйеде. Нұсқаулық бар және жиі кездесетін қателер бөлім бар нұсқаулықта. Аха. Вот сол Жоқ, жерден осы танысаңыз болады. Записті көре Аха. аласыздар, иә. Қай Запись жерден көре сақталады. аламыз? Қазір запись жүргізіліп жатыр. Мгм. Сабағымыздың сабақ өткеннен кейін міндетті түрде чаттарға YouTube-қа сілтеме берілетін болады. Жақсы, рахмет, көп рахмет. Келесі жиі кездесетін қате ол оқушының жеке картасында жеңілдікпен тамақтанатыны туралы дұрыс дерек енгізбеуі. Яғни сіздер оқушылардың тамақтану туралы табелін толтырған кезде белгілі бір оқушының тізімде болмауы мүмкін. Немесе болса да құсбелгі қойылмауы мүмкін. Бұндай жағдайда сіздерге міндетті түрде оқушылар картотекасы модулінде қажет, яғни тізімде көрсетілмеген немесе құсбелгі қойылмай тұрған оқушының жеке картасын өзгерту режимінде ашып, міндетті түрде жеңілдікпен тамақтанады немесе нуждается в льготном питании. Кешіріңіздер, сәл бөлсем. Жоқ, бұл запись оқу әдістемелік орталығынан YouTube каналында прямой трансляция жүргізіп жатыр. Сонымен сол YouTube каналда осы бейне жазба жазылады. Кіріп көрсеңіздер болады. Оқу әдістемелік орталығында. Рахмет. Міндетті түрде оқушының жеңілдікпен тамақтанатын туралы енгізгеннен кейін міндетті түрде оқушының жеңілдікпен тамақтанатын кезең көрсету керек. Немесе себебі әртүрлі жағдай болуы мүмкін, және оқушы барлық оқу жылында емес, белгілі бір кезеңде ғана жеңілдікпен тамақтану мүмкін. Міндетті түрде кезең көрсетіп сақтау қажет. Және ең соңында, егер де сіздерде белгілі бір сұрақтар болатын болса, мысалы үшін сұрақтар туындайтын болса, жүйеде жұмысында сіздерге жүйенің жұмысына арналған нұсқаулықтар модулі ұсынылған. Аталған модульден аталған модульге өтсеңіз, әр модуль бойынша толық ақпарат бар. Мысалы, оқу үлгерімі туралы журналды басатын болсаңыз, сіздерге толық нұсқаулық белгіленген және жиі қойылатын нұсқаулықтар жеке-жеке бөліммен көрсетілген скриншоттармен. Және қосымша, егер де қолдау қызметінің көмегіне жүгінсеңіз, қолдау қызметінің көмегіне жүгінгіңіз келсе, мәлімдеме батырмасына басу арқылы жүйеде өтінім қалдырсаңыз болады. Және ол өтінім бойынша жауабын менің кабинеттім, менің сұраныстарым бөліммен көре аласыз. Осымен біздің бүгінгі оқуымыз аяқталды. Бүгінгі тақырып бойынша сұрақтарыңыз болса, сұра берсеңіздер болады. Сәлеметсіз бе? Қарағанды қаласынан Нұркен Әбдірак мектебі. Жаңа сіз білім алынан бірінші сыныптарды көшіру туралы көрсеткен боласыз да? Бірінші сыныптарды біз бәріміз көрсеттік, бәрі тамаша шықты. Бізде мәселе шығып тұр 10-шы сыныптарда. Бірде қателік орыс сыныбында деп шығады, оны түзетсек, екіншіде қателік 10-шы қазақ сыныбында дейді. Сонымен жұма күннен бастап, уже 3-4 күн арасында бәрінде былай өзгертіп берілген нұсқаулықтарды орындап жатырмыз, бірақ сонда да 10-шы сыныптарды біз жасай алмай жатырмыз мүлдем. Не істеуге болады? 10-шы сыныптарда қазіргі кезде направление деген бар. ЕМС және ОГН арқылы бөлінеді ғой 10-шы сыныптар бағдарламалары бойынша, яғни бағдарламалары. Соны міндетті түрде білім ал жүйесінің администраторы, яғни жүйе әкімшісі, баптаулар бөлімінен әр 10-шы сынып бойынша именно направление, яғни бағыттардың деректерін дұрыс енгізу қажет. Және бір бағытты бірнеше рет енгізуге болмайды. Мысалы үшін, сізде комплектованияда 10-шы сыныпқа 100 орын бердіңіз делік. Мысалы үшін 100 орын бердіңіздер, 4 сынып 25 орыннан. Сіздерде 2 ғана направление бар. Бұндай жағдайда жүйе әкімшісі баптаулардан 10-шы сынып бойынша 2 направление ғана толық енгізеді, бірақ та әр направлениеға 50 орын көрсетеді. Түсіндіре алдым ба? Егер де толық сұрақтарыңыз болса, қолдау қызметіне қол қойсаңыз болады қосымша. Сол проблема бізде де 32-ші мектеп. Демонстрация жасап көрсетсеңіз жақсы болар еді. Сіздерге толық консультация берейік. Егер де
әр мектептің жеке жағдайына тексеру қажет бізде. Тексеріс қажет етеді және жеке консультацияны қажет етеді. Және 11-ші сыныптарды жинақтауда дұрыс өтіп, егер де 10-ші сыныптар жинақтауда қателік туындайтын болса, сіздің жағдайындағыдай, онда жүйе әкімшісіне баптаулар бөліміне өтіп, 10-ші сыныптардың бағыттарын, яғни направленияларын дұрыс көрсету қажет. Мысалы үшін сізде 50 орын 10-ші сыныпқа 25 баладан 2 направление көрсетесіз, немесе 3 направление, әр направление бойынша, бағыттар бойынша өзінің сыныпқа сыйымдылықты көрсету керексіз. Мысалы үшін 25 орын, 30 орын деген сияқты. Осы деректер дұрыс енгізгеннен кейін ғана сіздерге, яғни директор өз кабинеті оқу жылын жабу бөліміне өту арқылы сыныптарды бөлгенде дұрыс деректер шығуы мүмкін. Бағыттарын дұрыс енгізу керек сіздерге. Сол кезде қате болмайды. Саламатсыздар ма? Шахтинск қаласы Сәкен Сейфуллин атындағы мектеп гимназиясы. Сұрақ қояйыншы деген, біз білім алдан 1-ші және 10-ші сыныптарды ауыстырған кезде біздердің кішкене лейтеріміз басқаша болады. 1-ші А қазақ деп қосылып жазылады да. Соны автоматически барлығын сыныптан сыныпқа ауыстырып бере аласыздар ма? Я болмаса жеке картотекадан ауыстырамыз ба балаларды? Жоқ, сіздерге толықтай оқушыларды сыныптан сыныпқа ауыстыру мүмкіндігі бар. Ол үшін сіздерге оқушылар картотекасы модулінен алдымен сыныпты басу керек. Сыныптарды көшіретін. Ол сыныпқа басқаннан кейін әр оқушының жеке картасын ашып, жеке картасында данные об обучении деген бөлім болады. Оқыту туралы мәліметтер бөлімі, яғни сол бөлімнен өзгерту батырмасын басу арқылы сыныптан сыныпқа ауыстыра аласыз. Толық сыныпта ауыстыру үшін 3 класста ауыстыру керек та, 3 сыныпта. Жоқ, толық сынып ауыстырмайды, сізге әр оқушының жеке картасы арқылы жасау керек болады. Оны білеміз. Полный ауыстыруға болады. Әрине, жоқ, заявка емес, біз ауыстырмаймыз сіздерге. Оны сіздер өздеріңіз жасай аласыздар. Ол себебі сіздерге мүмкіндік қолжетімді. Жақсы, рахмет. Сәлеметсіз бе? Мектеп білім алуда. Және 10-ші сыныпқа қабылдау болды ғой. 1-ші сыныпқа балалар жаңағы комплектование жасалып жатыр қазір. 10-ші сыныпта мысалы бізде балалар басында 4 бала беріп, одан кейін ата-аналар отказ беріп, класс ашылмайтын болғаннан кейін учебный годты жабамыз ба или просто қалай осы жерде қандай алгоритммен жұмыс жасау керек? Сіздің жағдайыңызда оқушылар 1-ші заявка берді, одан кейін шешін ауыстырып басқа мектепке кетіп қалды ма? Жоқ, бізде, в общем, бала набор аз болды да, ашылмайтын болды 10-ші сынып. Ата-аналар өздерінің кабинетінен заявканы отмена жасап-сап, қазір 0 болып тұр. Не істейміз, закрыть учебный год деп басамыз ба, немесе просто жаңағы настройки удалить етіп тастаймыз ба, қалай істеу керек? Так, алдымен сіздерге 1-ші сыныпты толығымен әдеттегідей білім алу электронды мектебіне импорт жасау керек, ал 10-ші сынып бойынша алдымен сіздерге жүйеге өтінім қалдырыңыз. Телеграм чаты бар 10-ші сыныптар бойынша. Себебі ол бойынша бір алдымен тексеріс жүргізіліп алу керек бізге. Тексеріс жүргізгеннен кейін сізге толық кеңес айта аламыз. Жақсы, рахмет. Аха. Менің сұрағым бар. Біз смарт нейшнмен қабылдадық қой Қарқаралы ауданы. Енді бізге білім алға ол түспейді. Сонда біз білім алдағы 10-ші сыныпқа, енді 9-ші сыныпты біз аяқтады деп олардың барлығын шығарып тастадық. Енді соны архивтан қайта қабылдаймыз ба? Иә, міндетті түрде архивтен қайта қабылдау керек. 1-ші сыныпты қолмен енгіземіз, иә? Сізде 0-й сынып болды ма? Болды, иә. Егерде 0-й сыныптан 1-ші сыныпқа ауысқан оқушылар бойынша болса, архивтан қайтадан қабылдайсыздар. Және жаңадан келген болса, жаңадан қосасыздар. Бірақ та міндетті түрде отменить отчисление деген батырманы емес, заново зачислить деген батырманы басу керек. Жақсы, рахмет. Менде мынандай сұрақ бар. Жаңа сіздер айттыңыздар ғой, түлектердің алтын белгі деген тұстарын жаңа тез көрсетіп жібердіңіздер, иә? Үлгере алмай нетіп қалдық енді шынында да. Соның несін, презентациясын жіберсеңіздер білім бөліміне. Бізге сосын міндетті түрде беріледі. Өйткені мына жерде қазір 5 минуттық ол ұмытылып шыққанда. Ана презентация қарап отырсақ, біз жаттап аламыз қалай істеу керек екен. Сосын ЕЦП-ны жаңа сіздер айттыңыздар, ЕЦП-мен қол қойылады, қандай жағдайда қол қойылады? Бұл бір каждый 90 сайын отчет берген кезде еститтеріңіздер, мен сол жерін ұқпай қалдым. Ол бойынша біз нақты айта алмаймыз, бұл методологический сұрақ, методологиялық. Бірақ та сіздерге мүмкіндік бердік. Яғни қажет болғанда журналды, сынып журналын қолмен қойып
тапсырсаңыздар болады. Сонда ол қолмен қойғанда қайда түседі? Білім департаменті қайда түседі? Министерствоға тікелей түседі ме? Жоқ, сіз журналға Не қол үшін? қоясыз. Себебі не дегеніміз ғой? Мысалы бізде НОБТ-да мысалы қоямыз ғой, ецп-мен директордың атынан да қоямыз. Ол жаңағы сайттан ана жақтан мәлімет түсу үшін. Ал енді мына жақта себебі неде? Не себеп үшін қойылады дегенім ғой? Қойылмай кетсе не болады дегенім ғой? Ол жағына жауап бере алмаймын. Себебі бұйрықта білім оқу ағарту министрлігі бұйрығы бойынша журналдарға қол қою керектігі туралы жазылған, және біз барлық өзгерістерді тек қана нақты бұйрықтар бойынша ғана ауыстыра аламыз. Бірақ та қол қою, қай кезде қол қою керек, қай кезде сіздерге QR сақталған қалыптасқан журналды тапсыру керек, оны уже сіздерге әдіскерлермен ақылдасып шешу керек. Сосын одан жарайды. Ал мен класстегілер жаңа қол қояды дедіңіз, сосын завуч қояды дедіңіздер, сосын директор ең соңында қоя ма? Жаңағы жүйеге түсу үшін, сонда солай болып тұр ғой, соны міндетті ғой сонда қою деген сөз. Жүйеге біз техникалық мамандармыз, және сіздерге тек қана жүйе сұрақтары бойынша ғана сіздерді сүйемелдейміз. Және сіздерге техникалық жағынан бұл мүмкіндік берілді. Алайда қай кезде қол қою керек, кімдер қол қою керек, бұны уже сізге методологиялық сұрақтар бойынша әдіскерлерден нақтылауыңыз керек. Біз тек мүмкіндік береміз. Жақсы, білім бөлімінің методисі айтады, біздге? Сол кісілерден біліп көріңіз, қай кезде қол қойылған журналды тапсыру керек, қай кезде қол қойылмаған журнал тапсыру керек. Ол жағын мен айта алмаймын. Жақсы. Анимация, можно сізге тағы бір сұрақ қоюға? Сәлеметсіз бе? Жаңағы сіз осы білім алу бойынша түсіндірдіңіз ғой, сосын инструкциясын бумажный вариантқа шығарып алуға қайдан жүктеп алуға болады? Может быть, сіз айтқан жоқ, может быть, прослушала, соны сіздер білейін. Сізге білім алу электронды мектеп бойынша ма, е-білім алуда жинақта бойынша ма? Жаңағы полностью е-білім алу бойынша инструкциясы полностью. Ол инструкция әр чатында берілген. Сіз барсыз ба чаттарда, е-білім алу қолдау қызметінің чатында, телеграм каналында? Нет, жоқ қойдың кәрсі, жоқ. Мектебіңіз бар ма, жалпы? Бар. Сол чатқа, телеграм чатына кіретін болсаңыз, закрепленный, яғни тіркелген заметкалардың арасынан сол нұсқаулықты қарасаңыз болады, жүктеп танысаңыз болады толығырақ. Дәл осы мәліметтер көрсетілген. Жақсы, қойсам болады. Сәлеметсіз бе? Сынып жетекшілерді тағайындау туралы айтып өтіңіздер. Иә. Естіліп тұрған жоқ. Сынып жетекшілер тағайындаған кезде, өтпейді бұрын жетекшілер ауыстырайын десем. Сіз болушы еді ғой? Иә, түсіндім. Сіз жаңа оқу жылына ауыстыру кезінде қалдыру батырмасын басып қойдыңыз ба? Сынып жетекшілерді? Иә. Ондай болса, сізге тек қана бағана оқуда айтып өткеніндей, тек қана бар тағайындаудың мерзімін өзгертуге, немесе жаңадан тағайындау қосуға ғана мүмкіндік бар. Сіздерге жүйеге өтінім қалдыру керек. Егер де сынып жетекшілікті толықтай жою керек болса. Біз сіздерге жойып береміз, және жауап беретін боламыз. Сізге жаңадан және сәйкесінше тағайындау беру қажет болады. Жақсы, рахмет. Кешіріңіз, естіліп тұрған жоқсыз. Сынып жетекшілердің 9-шы сыныптар түлектер туралы сынып жетекшісінің өзінің естілмей қалдыңыз. Сынып жетекшінің страницасында бола ма түлектер деген жаңағы 9-шы сыныптағы? Иә. Әр түлектердің сынып жетекшісі мұғалімнің кабинеті модуліне сынып жетекшілік бөліміне өтсе, түлектер бөлімі болады. Енді қараңызшы, кешіріңіз, мен 1 тамызда ауыстыру басталды дегенде мен ауыстырып тастадым. Енді сынып жетекшілік бізде мысалы бұрын 2-9 болған, қазір 1-10 ғана қалды. Мен 1-10-ға ғана сынып жетекшілік бердім, екіншісіне сынып жетекшілік берген жоқпын. Енді сол сынып жетекші кіріп, жаңағы түлектерді қарайын десе, онда мүмкіндік болмай тұр. Иә, оқу жылы басталғаннан кейін барлық тізімдер қолжетімді болады сізге. Ол үшін түлектер бөліміне өтесіз. Былтырғы 22-ші оқу жылында егер сіз 9-шы сыныптың жетекшісі болсаңыз, басталғаннан кейін да? Иә, оқу жылын таңдайсыз, сыныпты таңдайсыз, сізге сәйкес оқушылар тізімі көрсетілетін болады. Дәл қазір мен ештеңе істей алмаймын, иә, оған? Әзірге жоқ. 1 сентябрьде ғана, иә?
Иә. Егер де тізім жақсы. көрсетілмейтін болса, жиі өтінім қалдырыңыз, немесе бізге міндетті Жақсы. түрде хабарын беріңіз. Аха. Рахмет, рахмет. Аха. Сұрақтарыңыз бар ма? Саламатсыз ба? Мен бір мынандай сұрақ қояйын деген. Біз анау білім алда біз қабылдадық да, 1-ші сыныпты, 10-шы сыныпты қабылдадық. Енді ал мен білім алдан ауыстырған кезінде автоматически олды перевод жасап тастадымдағы, енді список сол білім алда тұр. Анау бұйрықпен қабылдаған жоқ, ол қате деп санала ма сонда? Сіз 0-шы және 9-шы сынып оқушыларын мектептен шығарудың орнына келесі оқу жылына ауыстырып қойдыңыз ба, білім алу электронды мектеп жүйесінде? Білім алу жүйесінде уже список тұр. Енді Жоқ, қалай болады? міндетті егер де сіз қазір мысал үшін 10-шы сыныпқа қабылдап қойдыңыз ғой оқушыларды, яғни келесі оқу жылына ауыстырып қойдыңыз. Егер де сіз қазір білім алу жүйесінен 10-шы сынып оқушыларын жинақтап импортацияласаңыз, ондай болса сізде дубликат болады, қайталама деректер болады. Сол үшін және де 9-шы және 11-шы сынып түлектерін сәйкес бұйрықтармен, сәйкес себептермен мектептен шығару және бұйрыққа көрсету өте маңызды. Себебі осы көрсетілген деректер арқылы есептеме жасалынады, аттестациялар толтырылады және де түлектер бойынша деректер толтыратын боласыз. Сол себепті сізге оқу жылын келесі оқу жылына өту әрекетін болдырмауға өтінім қалдыру керек. Ол бойынша білім бөліміне хабарласыңыз. Яғни сізге толықтай мектебіңізді былтырғы оқу жылына қайтадан ауыстырамыз. Сізге 9-шы сыныптарды және 10-шы сыныптарды 22-23 оқу жылымен және сәйкес себебімен бұйрықтармен мектептен шығару керек болады. Одан кейін жаңа оқу жылына ауыстырасыз и сол кезде ғана білім алдан оқушыларды сәтті импорттасаңыз болады. Онда мен, получается, қайтадан бастауым керек. Сіздерге заявка тастауым керек тағы. Ал новый учебный годқа ауысып қойдық қой. Енді оның бәрін жоққа шығарасыздар сіздер, получается. Себебі ол өздеріңіз үшін маңызды. Сіздер оқу жылынан кейін уже есептемелер жүргізесіздер түлектер бойынша, аттестация толтырасыздар. Егер де 9-шы және 11-шы сыныптарды мектептен шығару кезінде сәйкес себептермен бұйрықтар болмайтын болса, бұл деректерді енгізу де сізге қолжетімсіз болады. Ол өзіңізге есептемелер дұрыс көрсетілу үшін қажет. Және тездетіп білім бөліміне шығуға кеңес беремін, себебі оқу жылының басталуына жақын қалды. Мен онда районға заявка тастауым керек, да? Мектебіңіз жаңа кеткен қателіктерге байланысты мектебіңіз жаңа оқу жылына ауыстыру әрекетін болдырмауын, яғни оқу жылын кері қайтаруын сұраңыз, және нақты мектебіңіз қай кезде ауысты жаңа оқу жылына, соны да көрсетіңіз. Мысалы үшін 20-шы тамызда мектептің ауыстыру жұмысы жүргізілді деген сияқты. Міндетті түрде сол күні керек бізге. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Осы сұрақ мен уже бірнеше рет қойып жүрмін. Мен жаңағы ауыстырған күнді ұмытып қалдым. Сәлеметсіз бе? Сізге айтқанымыздай 9-шы және 11-шы сыныптың мектептен шығару себебі өте маңызды. Себебі түлектерді туралы есептеме керек болады, және аттестацияға толтырған кезде де керек болады, міндетті түрде. Сол себепті сізге мектептің кері қайтаруын, яғни жаңа оқу жылына ауыстыру әрекетін болдырмау керек. Ол үшін білім бөліміне сізге айтқанымыздай 7-сі 8-ші тамыз сол күні көрсетумен өтінім қалдырыңыз. Білім бөліміне хабарластыңыз ба? Енді мен нақты күнін білмей тұрмын ғой, қай күні ауыстырғанды мен ұмытып қалып тұрмын. Бастаған күнді айтыңыз хотя бы. Мен ол күні енді суббота, воскресенье күні де ауыстыруым мүмкін. Уже мен шатастым өзімше. Қалай болжаммен қай күн? Мен точно білмеймін енді. Білім бөліміне хабарласып, сол күнді айтыңыз, болжамдық күнді айтыңыз хотя бы. Болмаса. Мен екісі күні айттым ғой, өзім екісі күні жұмысқа шықтым. Енді екісімен менде 8-і аралығы. Осы күндерде мен ауыстырдым. Бірақ қай күн екенін мен білмеймін. Сіз айтып едіңіз ғой телефонмен 2-сі мен 7-сі аралығында жұмыс істеген жоқпын, 7-сі мен 11 аралығында жұмыс істедім деп. Қай күнге сүйену керек? Себебі біздің техникалық мамандар сіз болжамдық еткен күндер бойынша жұмыс атқарды. Өкінішке орай уақыт кетіре алды, және сізге жұмыс көмек көрсете алмадық, себебі нақты деректер жоқ.
болжамдық күнін айтумен білім бөліміне хабарласыңыз. Білім бөлімінен хат келгеннен кейін, өтінім келгеннен кейін жүйеде міндетті түрде жұмысты бастайтын боламыз. Және тездетуіңізге сұраймын, себебі 3 күн қалды сабақ басталуына. Аха, бүгін жіберуге тырысамыз. Саламатсыздар, менде бір сұрақ бар. Сынып жетекшісін ауыстырған кезде менде қателіктер болды. Оны бірақ біз өтінім қалдырып жөндегенбіз. Одан кейін бір мұғалім бізде декреттің орнында істеп жүрген, ол кісі кететін болды да. Микрофон өшіруіңізді сұраймыз. Енді екінші декреттен келетін кісіні қойған кезде екеуі қатар болып тұр, бір астында. Енді мен аны өшіре алмаймын, не істеуге болады? Өтінім қалдырам ба? Иә, өтінім қалдырыңыз, аха. Жақсы, рахмет. Аха. Сұрақтарыңыз бар ма? Саламатсыздар. Сәлемдесіз бе? Менде де жаңағыдай автоматты түрде неге жаңа оқу жылына бәрін көшіріп қойдым да, жаңағы 9 класс, 10 классқа ауысып кетті. Сосын білім алдан тоже мен ауыстырып тастадым да, закрытый учебный год деп, закончить деп. Ол классым дублировать етіп қалды. Енді мен білім алдан кіріп өзім былай жеке-жеке нетсем болмай ма? Жоқ, болмайды. Біз сізге міндетті түрде бағана айтып өткендей 9 және 10 сынып, яғни мектеп түлектерінің мектеп бітіруін сәйкес деректерін көрсетумен бұйрық керек болады. Сіздердің есептемелерді дұрыс қалыптастыру үшін. Және 9 және 10 сыныптарды былтырғы өткен оқу жылымен ауыстыру, кетіру жаңа оқу жылында мүмкіндік қолжетімсіз болғандықтан сізге өтінім қалдыру керек білім бөліміне. Яғни сізге енді қазіргі кезде жаңа оқу жылына ауыстырып қойдыңыз ғой, осы әрекеттеріңізді болдырмау бойынша өтінім қалдыру керек, және қай кезде ауыстырғаныңыз туралы деректер керек. Жақсы. Және тездетуіңізге кеңес береміз. Енді мен жаңағы сұрағыма қайтадан келейінші. Мен енді білім алдан комплектование жасай берейін ба, әлде қоя тұрайын? Жоқ, жасамай тұра тұрыңыз. Мен білім алдан комплектование жасап қойсам, уже кетіп қалды ғой. Ол ештеңе етпейді, ол қайтадан мүмкіндік болады сізде, жаңа оқу жылына ауыстырғаннан кейін. Жақсы. Қайтадан. Саламатсыз ба? Сәлемдесіз бе? Саламатсыз ба? Бізде бұндай сұрақ. Бізде оқу жылын бастағанда біз оқушыларға направлениесін қоймағанбыз ғой. Енді сол үшін комплектование шықпай тұр 10 сыныпта. Соған қазір оқушыға қалай комплектование жасауға болады? 10 сынып оқушыларын қабылдадыңыздар ғой? Направлениесін. Сонда направлениесі көрсетілмеген. Жүйе әкімшісіне баптауларға өтіп, міндетті түрде 10 сыныптар бағыттарын көрсету керек. Мысалы үшін сізде неше бағыт? 10 сыныптар бойынша. Өзі бір-ақ бағыт. Бір бағыт. Жалпы неше орын? Неше орын? 10 орын, 3 оқушы бар. Онда міндетті түрде жаратылыстану бағытын көрсетіп, 10 орын бар екенін көрсетіңіз. Одан кейін орындаушы бұйрықты қалыптастырғаннан кейін, директор қол қойғаннан кейін, міндетті түрде сынып жетекшіні таңдағаннан кейін оқушыларды сыныпқа бөлетін кезде міндетті түрде ашылған модаль терезеде көрсетілген бағытты көрсету керек. Администратор, яғни әкімші енгізген бағытты көрсетеді директор. Әкімші орындадық, жасадық, қайта қойдық, бірақ оқушылар шықпайды, распределениеға оқушылар шықпайды тұр бізде. Өйткені оларда жаңағы бағытты көрсетілмеген деп. Енді оқушының өзіне кіріп бағытты көрсетейік десек, ол жер жаңағы терезесі жұмыс жасамайды. Бағыт көрсететін. Сіздің сұрағыңыз бойынша жеке тексеріс қажет етеді, сіздің сұрағыңыз. Сол себепті сәйкес 10 сыныпқа қабылдау, жинақтау бойынша Telegram чатына мектебіңізді және жағдайыңызды түсіндіріп толтырыңыз, және скриншот көрсетіңіз міндетті түрде. Сұрағыңыз жұмысқа қабылданатын болады. Жақсы, рахмет.
Сәлеметсіз бе? Менде мынандай сұрақ. Жаңағы Телеграм каналына өту үшін не істеу керек? Сізге чаттарға сілтемесін ұсынатын боламыз міндетті түрде. Бірінші және 10-шы сыныпқа жинақтау бойынша. Сосын тағы мынандай сұрақ. Сіздер жаңа айттыңыздар, 1-ші сыныптан кейін бала қайда кетті? Соны толтырған кезде мен жаңа мысалы колледжге немесе ешқайда түспесе ол баланы. Онда жаңағындай списокте ондай выбор жоқ. Онда не істейді? Допустим, жаңағы бала ешқайда түспеді, или немесе колледжге кетті ол бала. Ана жерде тек ЖОО тұр, жоғары оқу орны. Ол 10-шы сыныптар үшін ғой, жоғарғы оқу орындары. Егер ол бала кейін жоғары оқу орнына емес, колледжге кететін болса, түсетін болса. Техникалық және кәсіби білім беру ұйымына түскенін таңдасаңыз болады. Егер мысалы бір жыл үйде отыратын болса ол баланы, ондай выбор бар ғой, ол жерде? Иә, барлық сәйкес мәртебелер қарастырылған және сіздерге ұсынылған. Барлық жағдайлар қарастырылған, аха. Қосымша сұрақтарыңыз бар ма? Бүгінгі өткен тақырып бойынша, жаңа оқу жылына өту бойынша. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Кешіріңізші, сұрақ қойсам бола ма? Иә. Мен 3-ші гимназиядамын. Сіздерге сұрақ қойайын едім. Жаңа сіз айтып жаттыңыз ғой, мен басын тыңдай алмай қалдым. Соны қайта бір түсіндіріп жібересіз бе? Қай сұрақ бойынша? Келіп кету туралы оқушылардың, соны білім алға саламыз ба, сол туралы айтып жібересіз бе? Иә, әрине. Алдымен сізге мектепті толығымен жаңа оқу жылына өткізу керек. Алдымен толықтай мектеп жаңа оқу жылына өткеннен кейін сізге білім ал жүйесінде жұмыс атқару керек. Яғни оқушыларды жинақтайсыздар және білім ал электронды мектеп жүйесіне импорттайсыздар. Ол үшін алдымен орындаушы рөлі бар қолданушы жинақтау бұйрығының жобасын құрастырады. Одан кейін директор оқу жылын жауып, сынып жетекшілер тағайындалып, оқушыларды бөледі сынып бойынша, және де бұйрық жобасына қол қояды. Директор жұмысын атқарғаннан кейін орындаушы қайтадан бұйрықты тіркеу бұйрықтар жобасын құрастыру бөліміне өтіп, бұйрықты тіркейді. Кешіріңіздер. Және ең соңында жүйе әкімшісі сыныптарды жинақтауды аяқтайды. Алло. Кешіріңіздер, тағы сұрақтар болса. Немесе толықтай сізге көрсетсем болады, егер қаласаңыздар. Сізге толық жауап бере алдым ба? Қай мектеп сұрақ қойды? Иә, бір сұрақ қойып. Басын тыңдай алып. Осы болды басында. Басында мектептер толықтай жаңа оқу жылына өту түсіндірілді, көрсетілді, және жаңа оқу жылына өткеннен кейін мектептер білім ал электронды мектеп жүйесіне, білім ал жүйесінен оқушыларды импорттау түсіндірілді. Ары қарай оқудың барысындағы жұмыстар көрсетілді. Осы импорттау, экспорттауды қайттан бір түсіндіріп жібересіз бе? Әрине. Мынау білім алда бұйрықтар менде нетілмеген, кажется, поэтому мен сразу білім алға көшіп кетемін. Әрине. Ең алдымен қайталап айтқандай, білім ал электронды мектеп жүйесіне мектепті жаңа оқу жылына өткізесіз. Және мектепті жаңа оқу жылына өткізгенде 1-ші және 10-шы сыныптардың келесі сыныпқа ауыспауына назар аудару керексіздер. Себебі 1-ші және 10-шы сыныптар білім ал жүйесінен импортталады. Ары қарай мектеп толығымен жаңа оқу жылына өткеннен кейін білім ал жүйесінде алдымен орындаушы рөлі бар қолданушы, яғни исполнитель бұйрықтар модуліндегі бұйрықтар жобасы бөліміне өтеді.
аталған бөлімге өткеннен кейін бұйрық жобасын құру батырмасына басады және бірінші сыныпқа қабылдау және 10-шы сыныпқа қабылдау бойынша жинақтау туралы бұйрық жобасын құрастырады. Яғни сәйкесін таңдап жобасын құрастырады. Әрі қарай міндетті түрде бұйрықтар модуліндегі баптаулар бөліміне өту арқылы міндетті түрде мектебіңіздің бұйрығының ресми үлгісін енгізу қажет. Тек бастапқы кезеңі ғана енгізу керек, астындағы ақ бос белгісін болмау керек. Себебі ол артық орындар алатын болады. Мектебіңіздің бұйрығының ресми үлгісі жүктелгеннен кейін жүйеде қайтадан бұйрық жобасын құру бөліміне қайтадан оралып, бұйрықтың қалыптастыру кезіндегі сәйкес мәліметтерін, мәтіндерін енгізіп, орындаушыны көрсетіп сақтауыңыз қажет. Яғни бұл жерде бұйрықты қалыптастыру жұмысы аяқталады. Бұйрықты орындаушы жасайды. Келесі кезекте орындаушыдан кейін директор жұмысы басталады. Директор жеке кабинетіне кіріп, ең бірінші кезектегі тұрған оқу жылы модулін басады. Модулін басқанда компаниялар ұсынылады. Яғни бірінші сыныпқа қабылдау және 10-шы сыныпқа қабылдау компаниялары. Әр компания бойынша оқу жылын жабу батырмасын басу керек. Әр қайсысына жеке-жеке жұмыс жүргізіледі. Мысалы үшін бірінші сыныптың қабылдау компаниясын қарастыратын болсақ, директор оқу жылын жабу батырмасын басады. Келесі кезекте міндетті түрде қосу батырмасын бассаңыз, сынып жетекшісіне енгізесіз. 10-шы сынып бойынша бағытты енгізесіз, оқыту тілін және оқушылардың сыныптағы орнын енгізесіз міндетті түрде. Директор сақтағаннан кейін оқушылар жүйеде автоматты түрде 3 сыныпқа, немесе сіз ашқан сыныпқа бөлінеді автоматты түрде. Одан кейін егерде оның ішінде А сыныбынан Ә сыныбына, мысалы үшін ауысатын оқушылар болса, оқушылар әр сәйкес оқушының жеке деректерін, яғни өзгерту батырмасын басу арқылы жеке деректерін өзгертсеңіз болады. Мысалы үшін А сыныбынан Ә сыныбына ауысты деген. Одан кейін оқушыларды бөліп болғаннан кейін ең астында, осы тізімнің ең астында жинақтау туралы бұйрыққа қол қою батырмасы қолжетімді болады. Директор жинақтау туралы бұйрыққа қол қояды. Қол қойғаннан кейін жаңағы мәртебесі, сіздің қол қойған жобаның мәртебесі белгілі бір сыныпқа қабылданды деген мәртебеге өзгертіледі. Осылайша директордың жұмысы аяқталады е-білім алу жүйесінде. Әрі қарай орындаушы, яғни исполнитель қайтадан жеке кабинетіне кіріп, бұйрықтар модулінен бұйрық жобалары бөліміне өтеді. Бағанағы бұйрық қалыптастырған бөліміне, бұйрық жобалары бөліміне өткеннен кейін жүйе тізімде сіздердің қалыптастырған бұйрықтарыңызды көрсететін болады, ұсынатын болады. Міндетті түрде әр директордың қол қойған бұйрығын рәсімдеу керек, тіркеу керек. Ол үшін тіркеу батырмасына басасыз. Қарастыру батырмасы жанындағы батырма басқаннан кейін міндетті түрде ашылған модаль терезеде бұйрықтың номерін, тіркейтін номерін және бұйрықтың күнін енгізіп, деректерді енгізіп, бұйрықты тіркейсіз. Бұл жерде орындаушының жұмысы е-білім алуда толығымен орындалады, бітеді. Әрі қарай ең соңында жүйе әкімшісі, яғни администратор е-білім алу жүйесінде компанияларға өтіп, оқу жылы жабу, яғни әрі қарай компанияға өтеді де сыныптарды жинақтау батырмасына басады. Бұл кезде сыныптар жинақтауда сіздердің жинақтаған, сіздердің қабылдаған оқушыларыңыз автоматты түрде білім алу электронды мектеп жүйесіне ауысатын болады, автоматты түрде. Осымен е-білім алуда жұмыс аяқталады. Сәлеметсіз бе? Ақпараттық технология колледжінің мектебінен. Мен мынандай сұрағым болып тұр, яғни техникалық сұрақ менде. Сіз жаңа айттыңыз ғой, анау ақпарат, информация жіберген кезде қандай форматта жүктейміз? PDF форматы ма, JPEG ба, қанша размер болу керек? Қандай деректі жүктегенде? Мысалы, жаңағы приказды жүктейміз, тағысы. Закрепить еткен кезде, сол кезде сондай техникалық нелерін айтып кетсеңіз. Және екінші сұрақ менде, кешіріңіз, екінші сұрақ мынандай, егер мысалы бізде әкімшілік тарапынан береді ғой рұқсат, сол кезде біз өзгерте аламыз ба? Және қайта сақтай аламыз ба сол? Өшіре аламыз ба дегендей. Удалить етіп, қайтадан перезаписывать етіп. Бұйрықтарды айтып отырсыз ба? Жоқ, жалпы айтып тұрмын, жалпы. Жоқ, өкінішке орай
кері қайтару мүмкін емес. Егер де белгілі бір қателер, негізі қате келтіру мүмкін емес, себебі қаншама әрекеттер, қадамдар орындалады ғой. Міндетті түрде бірнеше тексеріс жүргізіледі. Егер де соңында қателік кеткені белгілі болса, онда жүйеге өтінім қалдыру керексіз. Жүйеге емес, Telegram чатына өтінім қалдыруыңыз керек. Ал бұйрығыңыздың ресми үлгісін жүктеу үшін исполнитель, яғни жүйе орындаушысы, именно бірінші және 10-шы сыныпқа комплектациялауға жауапты маман. Бұйрықтар бөлімде, бұйрықтар модуліндегі баптаулар бөліміне өту керек настройкаға. Ары қарай жүктеу батырмасына басу арқылы міндетті түрде құжатты енгізесіз. Ол PDF форматы болуы мүмкін, Word форматы болуы мүмкін, ондай нақты ереже жоқ. Және міндетті түрде көп мектептер толық A4 форматындағы қағазды енгізе салады. Ол дұрыс емес, себебі толықтай жұмыс аяқталып, бұйрық қалыптасқаннан кейін астындағы, мен қазір көрсетіп тұрмын, астындағы бос орын босқа көрсетіліп қалуы мүмкін. Сол себепті тек қана бұйрықтың ресми үлгісінің бастапқы кезін ғана көрсеткен дұрыс. Тек қана басын ғана. Жақсы түсіндім. Рахмет. Келесі сұрақтарыңыз? Тағы сұрақтарыңыз болса? Кешіріңіз, менде тағы бір соңғы сұрақ болып тұр. Яғни сіздерде колл-центр деген бар ма? Жаңағындай бір сұрақ деген әрине болады ғой. Қателеспейтін жан жоқ, қателесеміз арасында. Сол кезде бір сұрақтарымыз болып қалған кезде, сіздерге қалай хабарласамыз? Бар. Егер де ол жүйеге байланысты. Егер де е-білім ал порталында, платформасында сұрақтар туындаса, онда сәйкес чаттар бар, Telegram чаттар. Әр тақырыпқа сәйкес Телеграмға сұрақ қойсаңыз болады, немесе білім ал электронды мектеп жүйесінде өтінімді қалдырсаңыз болады. Батырманы басу арқылы сұрақтарыңыз толық қойсаңыз, міндетті түрде қарастырамыз. Немесе WhatsApp желісіндегі чаттар бар. Жақсы, ол сілтемелерді жібере аласыз ба? Өйткені мен жаңадан уже нетіп жатырмын. Бұрын жұмыс істеген болатынмын, соны қазір көп жыл өткеннен кейін кішкене кейбір функцияларды ұмытып қалдым. Сол үшін колл-центр номері болса деп сұрап жатқам. Жаңағындай жеке сұрақтар туындаса. Электронды мектепте отырасыз қой, жеке кабинетіңіз бар ғой, білім алды. Осы жерде өтінім қалдырыңызшы, сізге толықтай сілтеме ұсынатын боламыз. Жақсы. Тағы сұрақтарыңыз болса? Әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма? Әріптестер, сұрақтар бар ма? Жансұлу Жомартовна, сізде осымен баяндама болды ғой, иә? Иә, болды. Рахмет, Жансұлу Жомартовна, құрметті әріптестер. Барлық осы бүгінгі презентация бойынша білім бөлімдерін информатизация чатына жібереміз. Сол жерден алуға болады. Сонымен қатар бұл бейне жазба оқу әдістемелік орталығынан YouTube каналында көре аласыздар.
сұрақтарыңыз болса жаза беруге болады. Барлықтарыңызға рахмет назарларыңызға. Жақсы, онда конференцияны аяқтайық.